Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қазағымның бешбармағы, яғни өзіміздің ұлттық тағамыз бешбармақ дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бүгінгі бешбармақты сиыр етінен дайындайтын боламын. Етімізді жуып тазалап, салқын су құйып, ыдысымызға етімізді саламыз. Бір қайнағаннан кейін қанды көбігі шығады. Қанды көбігін осылай сүзіп алып тастаймыз. Одан кейін астын жай отқа қойып, 2 сағат жарымдай уақытта пісіреміз. Пісу уақыты 2 сағат жарым. Сол уақыттың ішінде етімізді астыңғы бөлігін үстіне шығарып, аударып қоятын боламыз. Етіміз пісті. Піскен етімізді бөлек ыдысқа түсіріп, бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін картоплымызды ашып, турап салып, оны 10 минуттай пісіріп аламыз. Бешбармаққа салатын қамырды сорпаның өзіне илеген өте дәмді болып шығады. Қамыр илеу тәсілін мен осы видеоның описание бөліміне сілтемесін қойып кететін боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Бешбармағымызды тұздық дайындаймыз. Бір жуан сақиналап турап, тұз бұрышын салып, сорпамыздың бетін қалқып қиып қайнатып алатын боламыз. Бешбармақтың наны пісті, ыдысымызға түсіріп аламыз. Одан кейін пісіп тұрған етімізді салып, картошкамызды жан-жағына орналастырып, дастарханға ұсынамыз. Ет туралғаннан кейін барып, тұздығымызды құйып пайдаланатын боламыз. Өте дәмді, өзіміздің қазағымыздың бешбармағы өте дәмді, өте тойымды, әрі пайдалы. Ас болсын, жақсыларым. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Осы каналға тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Комментарий бөліміне өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді қалдырып, бешбармақ дайындаудағы ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сіздермен болған Саяржан. Ас болсын. You